Саламатсыздар ма? Мен Жолдасбаева Жанат Қуандыққызы Маңғыстау өнер колледжінің кескіндеу бөлімі оқытушысымын. Видео сабағым пластикалық анатомия пәнінен, сабақтың тақырыбы иық сүйегі. Сабақтың мақсаты иық сүйегінің құрылымымен таныстыру, оның қоршаған қасындағы көршілес сүйектермен құрайтын буындарын айтып өту, иық сүйегінің қозғалысымен таныстыру. Иық сүйегінің құрылымына келетін болсақ, иық сүйегі түтікше сүйек. Оның екі ұшы бар. Үстіңгі ұшы және төменгі ұшы. Үстіңгі ұшы кеуде қуысына байланысты сәл артқа қарай бағытталып орналасқан. Және ол жауырын сүйегімен байланысқандықтан артқа қарай бағытталған. Жауырын сүйегінің буындық ойысы бар. Сол буындық ойыс терең емес, соған иық сүйегінің домалақ басшасы барып енеді. Ол домалақ басша сфераның 1/3 бөлігін түзеді. Сөйтіп, жауырын сүйегінің ойыс буынына барып орналасып, иық буынын түзеді. Және домалақ басшадан кейін иық сүйегінің мойыны бар. Мойнында екі бұдыр орналасқан. Біріншісі үлкен бұдыр, ол латеральды, яғни сыртқа қарай бағытталып орналасқан. Екінші бұдыр, кіші бұдыр, ол фронтальды орналасқан және медиальды орналасқан, ішке қарай бағытталған. Осы бұдырларға жауырын бұлшықеттері келіп жабысады. Және иықты жоғары, алға, артқа қарай бағыттауға қатысады. Осы екі бұдырдың арасында ойыс бар. Ол бұдыр аралық ойыс деп аталады. Бұл ойыс арқылы иық сүйегінің екі басшалы бұлшық еті өтеді де, екі басшалы бұлшық еттің ұзын басшасының шеміршекті бөлігі осы ойыс арқылы өтеді екен. Егер де иық сүйегінің денесіне келетін болса, денесі түтікше тәріздес және оның көп ерекшелігі жоқ, бірақ фронтальды бетінде кедір орналасқан. Кедір дененің ортасынан сәл жоғары орналасып, иық сүйегінің дельта тәріздес бұлшық етіне арналған екен. Сол дельта тәріздес бұдыр осы бұлшық еттің орны болып табылады. Төменгі ұшына келетін болса, төменгі ұшының құрылымы қиындау, өйткені онда екі жазықтық бар. Біреуі оның иық сүйегінің айдаршық басшасы деп аталады, ол домалақ пішінді. Екіншісі иық сүйегінің блогы деп аталады. Оның пішіні катушка тәріздес. Екі жазықты толықтай шеміршектермен қапталады, буын мықтыланады және жалпақтанады. Сонымен қатар иық сүйегінің төменгі ұшының жалпақтануына айдаршықтар қатысады. Медиальды айдаршық және латеральды айдаршық. Айдаршықтардың үстінен медиальды айдаршық, мысалы, шығыңқы орналасып, айдаршық үстін түзеді екен. Айдаршық үсті, мысалы, латеральды айдаршық үстіне қарағанда, медиальды айдаршық үсті өте көлемді, жалпақ және тері астынан оңай сипап анық табуға болады екен. Жалпы иық сүйегінің төменгі жазықтығы, яғни айдаршық басшасы және блогы, олар төменгі сүйектермен буындасуға арналған. Яғни төменгі деп отырғанымыз мына сүйек білек сүйектері.
білек сүйектері екеу, біреуі шынтақ және шыбық. Шынтақ сүйегі ірі, ұзын болады, шыбық сүйегі кіші болады. Осы шыбық сүйегінің цилиндр басшасы иық сүйегінің айдаршық басшасымен буындасады, және цилиндр басшасы айдаршық басшасының бойында қозғалады, айналады және жоғары көтеріліп, төмен көтеріліп, әртүрлі қозғалыстар жасауға көмектеседі. Ал иық сүйегінің блогы шынтақ сүйегіне арналады. Шынтақ сүйегінен иық шынтақ буынын түссе, иық сүйегінің шыбықпен буындасуы иық шыбық буынын түзеді екен. Осы иық сүйегіне арналған видео сабағымыз осымен аяқтай келіп, балалар өз бетімен жұмыс жасауға отырады. Мұғалім конспектісін береді сабаққа байланысты, және балалар анатомиялық суреттерді орындайды. Скелетке қарап отырып, қажетті буындарды, қажетті бұдырларды, бұдыраралық ойыстарын, үстіңгі және астыңғы буындармен жақынырақ танысып, анатомиялық суреттерін жасайды. Және сонымен қатар мұғалім қосымша өткен тақырып бойынша қосымша сұрақтар қояды. Соның ішінде иық сүйегінің құрылымы қалай, оның ішіндегі буындары қандай, иық сүйегінің, иық белдеуінің сүйектерін атаңыз, не болмаса иық сүйегінің төменгі ұшындағы жазықтықтарды атаңыз деген сол сияқты сұрақтармен сабақты аяқтайды. Назарларыңызға көп рахмет.